Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен домашний печенье рецептісімен бөліскім келеді. Шаймен өте дәмді кететін. Ол үшін бізге ең алдымен бір жұмыртқаның үстіне 100 грамм қант, 100 грамм сұйық май қажет болады. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Сосын достар, үкіштен өткізілген ұнға міндетті түрде бірінші разрыхителді араластырып аламыз. Онда осылай аз-аздан қосып араластыра отырып, печеньенің тестасын дайындайтын боламыз. Дайын болған тестамыздың үстіне 150 грамм шоколадты алып, оны осылай турап, тестамызға салып араластырып аламыз. Достар, видеодағыдай пішін жасап, достар, печенье қолыңызға если жабысып жатса, қолыңызды кішкене сұйық маймен майлап, осылай пішін шығара берсеңіздер болады. Достар, дайын болған печеньеларымызды 200 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне печеньелар осылай піседі достар. Ас болсын!